бізде Бұрындық хан берілген. Бұрындық хан ол Керей ханның баласы. Қазақ хандығы Алтын тақ деген киноны көрдіңіздер ме? Иә, сол жерде жас Бұрындықты, жас Қасымды көрсетеді, иә? Бұрындық хан балалар өмір бойында ылғи да осы қазақ хандығын нығайту үшін, шекарасын кеңейту үшін және де осы тәуелсіздікті сақтау үшін өне бойына жаңағы шайқастарда күнін өткізген хан болып табылады екен. Оның кезінде оның кезінде қазақ хандығының территориясы балалар, мына Жайық өзені, Каспий теңізінен өтетін Жайық өзені білеміз ғой, иә? Осы жерге дейін кеңейген, яғни үлкен территорияға жеткізген кісі болды. Одан кейін хандықтың тұғырын ұстаған ол Қасым хан еді. Қасым хан туралы жазба деректерде, яғни халықтың саны 1 миллионға жетті, әскерінің саны 300 мыңға жетті, мемлекеттілікті нығайту үшін, яғни заңдар жинағын жасады деген деректер бар. Қасым ханның заңдар жинағы қалай аталады? Қасым ханның қасқа жолы деп аталады. Мен сіздерге балалар қазір қысқаша әрқанға тоқталып кетсек, онан кейін ары қарай топтық жұмыста талдайтын боламыз. Ары қарай сіздердің кітаптарыңызда Қасымнан кейін балалар 1520-40 жылдар аралығында аласапыран кез болады. Осы уақытта, яғни қазақ хандығы өзінің тәуелсіздігін сақтай алмай, тіпті қараңыздаршы, 141-ші бетте Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазбасы бар. Не деп тұр? Оқыраңызшы. Бұдан кейін қазақтар жоғалып кетті. Бұдан кейін қазақтар тіпті жоғалып кетті дейді. Бірақ шын мәнісінде олай болған жоқ. Одан кейін билікке келген Хақназар ханның тұсында қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңі болды. Хақназар ханның тұсында, Тәуекел ханның тұсында, яғни қазақ хандығы өзінің территориясын кеңейтіп, Сырдария бойындағы қалалар. Осы жерде балалар қандай жол жүреді? Біздің Қазақстан оңтүстігіндегі Ұлы Жібек жолы. Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар қалалар үшін ұдайы үнемі мемлекеттер арасында соғыстар жүріп жатты. Яғни оның экономикалық маңызы бар. Мықты қалалар болғандықтан, яғни барлық мемлекеттер сол қалаларға өзінің биліктерін жүргізгілері келген болатын. Осы қалаларды сақтап, тіпті Тәуекелдің кезінде балалар, қазіргі Өзбекстанның астанасы қайғала? Ташкент қаласы, қазақ хандығының құрамына қосып 200 жыл бойына, яғни қазақтың қаласы болған екен. Онан кейін балалар соңында Есім хан менен Тұрсын хан туралы айтылады. Бұл Есім хан негізі ол да заңдар жинағын жасаған ұлы хан. Енді Тұрсын хан оның інісі. Тұрсын хан Ташкенттегі билеуші болып, ол жалпы бүкіл қазақ хандығындағы билікті жаулап алғысы келеді. Есім хан ойраттарменен соғыста болған кезде Есім ханның ордасына шабуыл жасайды. Сөйтіп, сол шабуылдың кезінде Есімнің отбасын өзімен бірге тұтқынға алып кетеді. Бұны естіген Есім хан қатты ашуланып, жаңағы Тұрсын ханды және де соны қолдап отырған Қатаған руын қосып қырған екен. Бұл оқиға тарихта Қатаған қырғыны деп аталады. Осыны есімізде жақсы сақтаймыз. Бүгінгі сабақта балалар осы хандар туралы мәліметтер берілген. Енді топтық жұмысқа өтейік. Әр топқа дайындап берген тапсырмаларым бар. Ашайық. Тыңдаймыз. Бірінші топ балалар Фишбон әдісі бойынша, яғни Бұрындық хан менен Дешті Қыпшақтағы Шайбани мемлекетінің, яғни қалыптасуы туралы жазасыздар, орындайсыздар. Дескрипторлар берілген. Дескрипторларында, яғни балықтың басына зерттелетін қаралатын мәселе, оң жақ сүйегіне анықталатын проблеманың себептері, сол проблеманы шешу жолдары және де нәтижесі.
осы бойынша жұмыс жасайсыздар. Қасым хан және Хиуа хандығының құрылуын, яғни осы ЕХАПа стратегиясымен маңыздылық кестесі арқылы анықтайсыздар. Дескрипторы есте қалатын нәрсе, нәтижелі нәрсе және де айрықша мәнді және де сол оқиғаны айқындайтын тұстарын тауып жазасыздар. Сіздердің кітаптарыңыз Қасым хан. Я? Осы. Как называется? Хорошо. Басна. Қасым хан. Үшінші топ. Үшінші топ. Аласапаран дәуірінен кейінгі Қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңі, яғни дескриптор. Қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңінде қандай да бір оқиғаның, яғни мықты жақтарын суот талдауға саласыздар. Онан кейін барып әлсіз жағы, мүмкіндіктері және де қауіп қатерлері. Кітаптарыңыздағы Аласапаран Хақназар және тәуелсіз есімге дейін. Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы, яғни Қазақ хандығының жағдайын файл әдісіне салып талдайсыздар. Негізгі фактын анықтайсыздар. Негізгі идея, болып жатқан оқиғалар басында тоқталасыздар. Көтерілген негізгі мәселені айтасыздар. Сосын көтерілген мәселе өзінің көзқарасын талдайсыздар. Сіздердің кітаптарыңызда Есім хан мен Тұрсын хан деген бөлім бойынша жұмыс жасайсыздар. Сонына шейін аламыз. Оның мысалдары бұрындық хан, жоқ Қасым ханға дейін. Сонда тек қана бұрындық. Және бұл жерде негізгі зерттеліп жатқан не ол бұрындық ханның билігі кезіндегі Қазақ хандығы ғой. Иә? Одан кейін Сапуран. Ома? Оран. Сапуран ғой. Алар 3 минуттан кейін аяқтайық.
Üçüncü top ayaqdadir. O'tira turamizmi? Aha, üçüncü top ayaqdadir. Men olaman, sebebi hozir bir-biriga sindamaysiz. Жақсы, екінші топ аяқтады. Бірінші топ аяқтады. Өте жақсы. Және төртінші топ сіздерге Так, төртінші топ болдық па? Сіздер күтіп отырмыз. Сіздер екінші топсыздар. Болыңыздар енді. Уақыт кетіп жатыр. Ұрып қойдыңыздар ма? Аха, болды. Төрт тұрмады. Мынау кісі карта салам деді. Қоя қойшы. Уақыт кетіп баратыр. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты тыңдайықшы. Жүйелі түсіну үшін бірінші топтан бастайық, иә? Аха, келіңіздер бірінші топтан. Сырдария бойындағы қалалар үшін күресті. Сырдария қаласы үшін күреске Қасым ханды сұлтан ретінде жіберді. Бұрындық хан билік еткен кезінде ол өз жерлерін Жайық өзенінің өз жер шекарасын Жайық өзеніне дейін жеткізген. Және де 1500 жылдары Бұрындық хан Қасым ханға көтеріп хан құрды. Яғни Бұрындық ханның көзі тірісінде Қасым ханды Осы Бұрындық хан осы орталық Қазақстан Жайық өзеніндегі жерін жаулаған үшін ол бүкіл қазақ тайпаларын басын біріктірді. Бірақ 1510-1500 жылдары ол қартая бастады. Ол кезде Қасым ханның сол беделі көтеріліп, оны хан ретінде тағайындады. Şimdi Бұрындықтың өз сөзін айтқанда сол жерден көңілі қайтып, ол Самарқанға көшіп кетеді. Сол Самарқанда қайтыс болады. Иә, сонымен Бұрындық хан қай жылдар аралығында билік құрды? 1480-1511. Аха, жақсы, отыра қойыңыздар. Екінші топ. Екінші топ келеміз жылдар. Басқаларымыз тыңдаймыз. Қасым ханның өзі жайлы айтатын болсақ, жалпы Қасым хан жаңа Ералы айтып кеткендей Бұрындық ханнан кейінгі хан болып табылады. Яғни 1511 және 1518 жылдары немесе 1520 жылдары хандықта яғни билікте болған. Және сол уақыттарда